да мынау 3 кварталға жаңағы арата өзінің кезегімен келіп өткізетін қылып ниет қылып сол қабылдап қойдық. Сонымен жалпы мынау Жаныс бабаның басына жиналып өтетін ас құдай бір 4 мәрте жылына өтетін болып шештік. Бұған барлықтарыңыз қарсы емес шығарсыздар. Мынау ел көп, ағайын көп, ата көп. Бәріміз осындай мынау Амалбек көкемнің, Ағабек көкемнің бастамасымен елдің азаматтарын қоштап, барлығы осындай кесене соққан. Бұл кесене Қазақстан бойынша бұндай аналық жоқ, білесіздер оны. Ол кісілердің еңбегі осы Жаныс бабаның басын қосу, Жаныс бабадан тараған ұрпақтардың басын қосу, бәрін бірлікке шақыру, бір орталыққа бағынып, бір орталықта ел болып, елдігін ұстайық деген ниет болған. Сол ниеттерін Алланың өзі жеткізді. Мынау соғылған кесене, білесіздер, жай кесене емес. Осы кесененің басында жүргенмен мына 13 жылдан бері жүрмін. Осы 13 жылдан бері келгеннен бері көрем, мысалы, ешкім келмейді осы бабаның басына. Оны өздеріңізді мойындайсыздар. Келгендеріңіз келіп жатсыздар, келмегендер келмей жатыр. Бірақ адам жоқ. Осындай кесене болғаннан кейін берді өзіндік жаңа аруақ арасындағы айналым болу керек. Оны ұстау мәселесі де оңай мәселе емес. Оны жұрттар жете түсінбейтіндер, ас құдайының не керегі бар дейді. Бірінші Алланың ризашылығы үшін, екінші өлі разы болмайды, тірі байымайды. Білесіздер оның бәрін. Бұдан ешкім кем болмайды. Сосын мынау бәленің басын садаға қайтарады деген білесіздер. Сол 21 мәрте ас құдай өткіздік. Енді бір Алланың құдіретінде, бір Алланың құзырында білесіздер, қанша бәленің басын қайтарғанда шығар. Оны енді Алланың есебіндегі нәрсе, біз есептей алмаймыз. Сол себептен бүгінгі мынау Қожабек Жолан бабамыздың өткізіп жатқан ас құдайлар қабыл болсын, ниеттері қабыл болсын. Сол бүгін елді ағайынның басы барлық атадан келіп отыр, қарап отырмын. Келген аяқтарыңызға, арғайсыларыңыздың аяқтарыңызға сауаптардан жазсын. Ниетіміз қабыл болсын. Мынау бүгінгі жиынды батамен ашамыз. Қазір осы жерде 3 көмір көгім отыр. 3 көмір көгіме қазір батаны береміз. Сосын осы жерде мынау Ya Allah, Ya Allah, kudreti güçlü Allah, kerimeti güçlü Allah, hareketi, bereketi güçlü Allah. Ata desek bizge, vereyim bata sizge, aman bulayık sizce bizde. Allah'dan kudretli, aksırıksın yolunuzda, her daim жақсы sözlü közlü. Allah dasarxanlarına bereke versin, ketmez devlet versin, keng peyiz versin, ne tilesep dileğin versin. Bazılardan amançılığın versin, bereketin versin, ıntımağın versin, denge sağlık versin, dertke şifa versin. Allah beleden saklasın, yaradan saklasın, kavfini saklasın, katerini saklasın. Ziyankes belededen avlak kılsın, yol afatından, ört afatından, su afatına saklasın. Zilzaladan aman bulayık, elimiz tınçlık versin, elimiz paçağa sabırlık versin, elimiz urfağımız köbeyip üstüne köbeyip, Janыс babamın ırpakları arta versin, modaya versin. Amin.